Сәлем достар. Біз бүгін видео түсіретін боламыз. Не түсіретінімізді білмесеңіздер, ана қоян шықты ғой, сол қоянды түсіретін боламыз. Ол қоян маған әрине қатты ұнады, сондықтан сол қоянды 5 алмазын джекпотпен түсіріп көретін боламыз. Сіздер алдыңғы видео өте аз лайк жинасыздар, сондықтан бүгінгі видеоға көбірек лайк жинасаңыздар. Мінекей біз эмоция жасадық. Енді мына аша аламыз. Біршеу ашамыз. Сосын кіретін боламыз. Ал енді осыны 5 алмазын купонмен ашып көреміз. Біріншісі кетті. Онша емес түсті. Ал екінші мүмкіндік не түседі екен? Онша емес. Үшінші көретін боламыз. Түскі күшті өшеді. Онша емес заттар түсіп жатыр. Осыған түспесе енді не істейтінін білмеймін. Милый дракон, нормальный рюкзак. 5-ші қалды. Ана 5-ін ашып біткеннен аяқта тағы біреу көреді. Соны алып аламыз. 6 купон. 6-шы купонды айналдырамыз. Бір зат түстегі нормально. Мен сым кимеймін онша ондай. Онша емес. Маған ондай сымдар керек емес. Мынандай набор керек. Рафаэлді қараңызшы. Осыны түсірем ба деп ойлап едім. Қараңыздар. Бұл онша емес енді. Нормально. Онша емес. Бірақ ішіндегі заттардың кейбіреуі жақсы, кейбіреуін істегім келмейді. Осымен біз дом түсірмедік. Көрсететін болып, мына аяқта коллекция. Мына мынандай рюкзак түсті. Нормально. Милый дракон деген. Міне овен деген. Міне парашют түсті. Таска өзімдікі. Оружиядан тым жоқ. Болды. Осындай заттар түсті міне. Складқа кіреміз. Мынандай кепка түсті. Кепка солдата. Убийца. Настоящая убийца. Мынау золотой джекпоттық бағана аштық. Мынау содан түсті бағана. Мынаға жасылақ дым да керек емес. Карта түсті. Басқа дым да түскен жоқ бізге. Бұл картаны не істейтінін білмеймін, сондықтан айтып кетіңіздерші. Енді бір күн осы киіммен ойнайтын боламын. Онша емес болса да. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар, жазылып бітіңіздер.